Миссияңыз өмірлік қандай? Мен 50-ден асқан кезде түсіндім өзімнің миссиямды. Адамның қабілеті ашылған кезде, қасиеті дейміз ғой енді, өзіңіздің миссияңызды көресіз. Мен өмір бойы 20 жыл бухгалтер болып, финансист болып, үлкен компанияларда жұмыс істедім. Енді сағат 9-дан 6-ға дейін бухгалтерияда отырып, главный бухгалтер болып жұмыс істедім. Қараңызшы. Мен өмірімде ойламаппын, мен сіздермен жұмыс істеп, адамдармен жұмыс істеп, мен оның санасын өзгертемін, мен оның түйсігін өзгертуге құрал боламын деп. Мынау менікі екен деп ішімнен келді уже. И мен ол жұмысты атқаруға да, біраз ол жолға түсуге де енді үлкен қиын бір кезеңдерден өттім. Оны істемеске мен қаштым. Кімнен, неден? Қиналдым. Қашып едім, бірақ одан қашып кете алмадым. Бұл жерде жүргізбейтін болды, қашсам. Или істейсің, или кетесің. Сондай. Өлім мен өмірдің ортасында жүрдім да, содан шықтым.